Әділ сұлтан өз әкесі Абылайдың атынан тотын жазуымен жазылып, дәрі-дәрмек сұраған хатын маған әкелді. Хатты аудартып едім. Хаттың мазмұны Сянтюн Илитуға да жіберілген дәрі-дәрмектің тізбесі екендігін білдім. Менің анықтауым бойынша, Абылайдың ұлы Әділ сұлтан Леге былтыр келгенде әкесінің тотын жазуымен жазып сұраған осы бір дәрі-дәрмек тізбесін Илитуға да берген екен. Сонда Илиту емшіліктен хабары бар маманға көрсетіп, Абылай сұраған дәрі-дәрмектерді тауып берген. Әділ сұлтан патшамен дидарласып оралып, ауылына қайтар кезде сол дәрілерді алып кеткен. Бұл туралы бұрын мәлімдеме жазылған. Абылай дәрі-дәрмек сұрап Илитуға бұрын бір рет хат жазғандығына қарамастан, енді міне тағы да маған хат жолдапты. Оның мақсаты әйтеуір әлгі дәрі-дәрмектен көбірек қарпып қалу. Мен Абылайға хат жазып, бұрын сұраған дәрі-дәрмектерін алғандығын және бұл істі тағы да қайталаудың қажеті жоқ екендігін айттым. Қазір міне маншур тіліне аударылған Абылайдың тотын жазуымен жазылған хаты түп нұсқасымен бірге патшаға жіберіліп отыр. Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жазылды. Хаттың қазіргі қазақ тілінде аудармасы. Мен, қазақтың ханы Абылай, осы хат арқылы өзімнің мына бір бұйымтайымды білдіргім келеді. Менің жерімде ауру сырқау көп те, дәрі-дәрмек жоқ. Сіздің құтты болғаныңыз маған, менің құтты болғаным сізге ортақ. Барлығымыз құтты болайық. Сіздің жеріңізде дәрі-дәрмек көп қой. Бізге олардың біразын тауып жіберіп сыйлағайсыз. Бізге қажет дәрі-дәрмектер. Жараларды дауалайтын дәрі, мүйіз тұмсық, хайуанның мүйізі. Көкірек ауруларды дауалайтын дәрілер, 7 асыл заттан жасалған қайнатпа, қоңыраugүлдің қайнатпасы, сандал сынды 7 заттың қайнатпасы, малдың өт тасы сынды 25 заттың қайнатпасы, мүйіз тұмсықтың мүйізі сынды 25 заттың қайнатпасы, жүзім сынды 7 заттан жасалған дәрі, тыныс жолы дерттерін дауалайтын дәрілер, сасыр сынды 25 заттан жасалған дәрі, арала, арура, гардения, жұпар жаңғақ, қалампыр, мақсары, гипс, ақ кардамон, цаого, қара сандал, ақ сандал, көк сандал, ал қызыл сандал, 3 қасық сынақ, піл-піл, көз ауруларына емдік дәрілер, көздің қызарып ауырғандығын дауалайтын дәрілер, бас ауруларды дауалайтын дәрілер, бүйрек ауруларды дауалайтын дәрілер, үрпі ауруларды дауалайтын дәрілер, тіс ауруларды дауалайтын дәрілер, оба ауруларын дауалайтын дәрілер, мидың қабынуын дауалайтын дәрілер, іш өтуге қарсы дәрілер, тамақ ауруын дауалайтын дәрілер, шелпек дәрі, жұпар, Қытай бояуы, тәлі сынды 6 заттан жасалған дәрі, тәлік сынды 25 заттан жасалған пилюля, тәлік пен алтын ұнтақты қосып жасалған дәрі, арала сынды 5 дәрі қосып жасалынған дәрі, қара сұзақ сынды 5 дәрі қосып жасалынған дәрі, ақ сұзақ сынды 5 дәрі қосып жасалынған дәрі, қан тамыры ауруларын дауалайтын дәрілер, омыртқа, бел ауруларын дауалайтын дәрілер, адамның басы мен мойнына шығатын ісікті дауалайтын дәрілер. Осы дәрілердің атаулары мен олардың қандай жағдайда қалай қолдануға тиісті екендігін анықтап жазып жібергейсіз. Бұдан тыс, мен сізден тағы бір дүрбі, біраз женшен және басқа да дене қуатын күшейтетін дәрілер жіберуіңізді сұраймын.